Көктемде ораза ұстап иммунитетті түсіріп алмас үшін не істеу керек? Көктем адам ағзасының әлсіреп, дәрімен тапшылығының пайда болатын шағы. Биыл жылдың бұл мезгілі қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келді. Ағзаның ауруға қарсы тұру қабілетін қалай арттыруға болады? Оразада қандай тағамдар тұтынған жөн? Осы және өзге де мәселелер төңірегінде пайдалы кеңес каналы бүгін айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Оразада ағза тазару үшін не істеу керек? 30 күн ораза ұстаудың пайдасын ғалымдар әлдеқашан дәлелдеді. Ең алдымен ағзада тазарып, асқазан ішек жолдарының жұмысы жақсарады. Осы орайда күні бойы ашыққаннан кейін ауызашар мәзірінің дұрыс таңдалуы өте маңызды. Көпшілік ораза кезінде салқын су ішіп ауыз ашады, содан кейін бірден тойып тамақ жейді. Бұл дұрыс емес. Ағзадағы токсиндер шығу үшін алдымен ыстығырақ су ішу керек. Одан кейін 30-40 минут үзіліс болады. Жеңіл-желпі салат жегеннен соң ғана ыстық тамақ ішуге кіріскен абзал. Оразада күні бойы ашыққан адам жейтін тамақ 2 алақаннан аспау керек. Оразаның асқазан ішек жолына өте көп пайдасы бар. Ағзадағы иммундық жасушалардың синтезінің барлығы ішекте жүреді. Ораза айында ішек асқазан тазарып, жаңарады. Детоксикация процесі, яғни ағзаның шлактардан, токсиндерден толық тазаруы жүзеге асады. Бұл процесс дұрыс тамақтануға тікелей байланысты екенін естен шығармау керек. Өйткені майлы тағам жеу, тойып жеуде зиянын тигізеді. Тек дұрыс тамақтану арқылы ғана жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Адам ағзасы үшін ең зиянды заттарды білесіз бе? Мамандар ораза ұстайтын адам ағзасы үшін ең зиянды заттар қатарына қант пен тұзды жатқызды. Яғни бұл өнімдерді белгілі бір мөлшерде ғана пайдалануға болады. Адам өз рационынан қант, тұз бен консерванттарды мүлде алып тастауы шарт. Біз тұзды барлық тағамдарда қосамыз, ал бір адам тәулігіне оның 3 грамын ғана тұтынуы керек. Бауыр, өт, бүйрек те тас жиналуы осының салдарынан. Ағын тағамдарының да еш пайдасы жоқ. Ағын біздің ағзамызға қажет емес. Оны жеген адамның қан құрамы өзгеріп, қышқылдану процесіне алып келеді. Ондай адам стрессте жүреді. Салдарынан түрлі аурулар пайда болады. Адам ағзасына ең пайдалы тағамдарға келер болсақ, ол шпинат, грек жаңғағы, зығыр дәні. Жалпы кез келген көкөніс адам ағзасына пайдалы. Артық салмақтан арылу ауызды тыю емес. Өйткені адам ағзасындағы жасырын дефицит, гормоналды өзгеріс болса, ол көмектеспейді. Керісінше адам одан әрі семіре береді. Дені сау адамның артық салмағы болмайды. Әр адам өз ағзасына көңіл бөлуі тиіс. Дәрімен тапшылығын қалай алдын алуға болады? Көктемде ағзадағы дәрімен тапшылығы пайда болатыны үйреншікті құбылыс. Дегенмен авитаминоздың алдын алуға болады. Адам ағзасы көктемде стресс алады. Қыс бойы түрлі вирустармен күреседі де, қордағы микро, макро элементтер азаяды. Осыдан дәрімен тапшылығы пайда болады. Иммундық клеткалар жұмысы бәсеңдейді. Сондықтан көктемде ағзаның ауруға қарсы тұру қабілетін күшейту амалдарын жасау керек. Иммунитеттің төмендеуінің белгілері жиі суық тиіп ауыру, шаршаңқылық, ұйқышылдық, асқазан ішек жолдарының проблемалары, диарея, стресс, лимфотүйінділердің ұлғаюы, шаштың түсуі, аллергиялық аурулар да айтуға болады. Мамандар дәрімен тапшылығына алып келетін бірнеше себепті атады. Кейде адамдар авитаминоздың туындауына өздері себепші болатын көрінеді. Ал ораза кезінде авитаминоздың алдын алу үшін не істеу керек? Көктемде адам ағзасына дәрімен тапшылығы болады. Өйткені көпшілік, әсіресе қыз-келіншектер қыс бойы тамақтанады да, көктемде артық салмақтан арылу үшін монодиетаға отырып жатады. Монодиета дегеніміз тағамның бір ғана түрін тұтыну. Мәселен, ол қарақұмық, күріш, алма немесе тағы басқа болуы мүмкін. Осылайша адам тез салмақ тастағысы келеді. Бірақ одан ағза әлсіреп, дәрімен тапшылығына әкеліп соғады. Адам ағзасындағы жасушалар 3 ай жаңарады. Көктемгі авитаминоз себептерінің бірі осы.
дәрумен қыс бойы ішкен адамдар болса күн жылынғанда оны тоқтатып қояды. Бірақ авитаминоз болады екен деп барлық дәруменді қабылдай беру өрескел қателік. Бір-бірімен үйлесетін дәрумендер бар. Оның орнына көкөніс, жеміс тұтынуға мән беріңіз. Әр дастарханда көк алма, шпинат тұру керек. Одан смузи жасап ішіңіз. Бұл темір тапшылығы анемиясы бар адамдар үшін өте пайдалы. Ет тағамдарын тұтынуды да естен шығармаған жөн. Иммунитетті қалай күшейтуге болады? Адам иммунитетін жақсартудың бірнеше жолы бар. Дәрігерлердің айтуынша ең бастысы адам тамақтануға баса көңіл бөлуі шарт. Адам иммунитетін туа біткен және жүре пайда болған деп бөлеміз. Егер бала туғаннан әлсіз болса, оны күшейте алмаймыз, ал аурудан кейін немесе басқа бір себептермен әлсіреген иммунитетті қалыпқа келтіруге болады. Иммунитетті күшейтудің бірнеше заңдылығы бар. Біріншіден, спортпен шұғылдану, шынығу, шыныққанда да ақылмен шынығу. Кейбірі мұздай суға түсіп, алдын ала жоспарланбаған қадамдар жасап кетеді. Бәрін біртіндеп бастау керек. Екіншіден, күн сәулесі. Солтүстік өңірде күн сәулесі аз, қыс ұзақ. Мұның өзі адамның көңіл күйіне әсер етеді. Далада көп серуендеп, көңіл күйді позитивге ұстау керек. Үшінші, тамақтану тәртібі. Ас адамның арқауы. Дұрыс тамақтану арқылы иммунитетті күшейте аламыз. Ораза аяқталған соң күніне 5-6 рет аз-аздан тамақтану. Фастфудтан аулақ болу керек. Көмірсу, газдалған сусын, кириешки, чипсы, тәтті тағамдардан өзіңізді шектеген абзал. Тәттілердің өзі біздің ағзадағы бактерия, вирустардың, саңырауқұлақтардың өсуіне алып келеді. Иммунитетті түсіреді. Төртіншіден, таза газсыз суды көбірек ішу керек. Күніне кемінде 1-1,5 литр. Адам ағзасының өзі 80% судан тұрады. Ол бізге өте қажет. Бесіншіден, ұйқының дұрыс болуы. Тәулігіне 7-8 сағат тынығу керек. Бұл да иммунитеттегі қалыпта ұстап қана қоймай, оның күшеюіне жағымды әсер етеді. Иммунитетті күшейтудің бірден-бір тәсілі ара өнімдері, алоэ, сарымсақ, зымбыр сынды өсімдіктерді пайдалану. Тек алдымен аллергияның бар жоғын анықтап алу керек. Сарымсақтың құрамында аллицин деген зат бар. Ол табиғи антибактериалдық әсер ететін қасиетке ие. Келесі айта кететін жайт дәрумені. Оны арнайы сараптама жасатып, ағзадағы көлемін анықтау керек. Содан кейін барып коррекция жасалады. Ол иммунитетті күшейтуге жақсы ықпал етеді. Ораза аяқталған соң асқазан жұмысын құртып алмас үшін не істеу керек? Ораза біткен соң да міндетті түрде дұрыс тамақтану қажет. Дұрыс тамақтану дегеніміз арықтау емес. Әрбір жасап жеп жүрген тағамдардың дұрыс тәсілмен дайындалуы, оны даярлайтын дұрыс майды таңдай білу керек. Міне құрметті көрермен, көктемде дәрумендің ағзаға қаншалықты керек екенін білдіңіз. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Және төмен комментарийге сіз ораза тұтуға дайынсыз ба? Жаза кетіңіз.